түнде ұйықтамайды деген қате түсінік бар да. Деп қатып қалсаң, Алтайда баланың белі қалтаяды. Мұрат Абділда сияқты қуып кетсең. Сәлем достар, бүгінгі тақырып 6 айлық баланың дамуы мен физиологиясы жайлы айтатын боламыз. Ең алдымен каналға тіркелмеген болсаңыз тіркеліп кетіңіз. Лайк басамыз осы видеоға міндетті түрде. Қиын емес қой, бас сөзіңіз бүйтіп тұрған. Мынандай бар ғой. Соның үстін бүйтіп бас сөзіңіз. Достар, қазақ тіліндегі балалар массаж саласында пайдалы ақпарат беретін контент түсіреміз. Арнамызды қолдап кетіңіз. Бастаймыз. Баланың салмағы ұл балада 6-9 кг аралығында болады. Қыз балада 6-3, 8-3 кг аралығында болады. Бойы ұл балада 63-69 см аралығында, ал қыз балада 62-5, 68-8 см аралығында болады. Басының өлшемі ұл балада 42-45-5 см аралығында, ал қыз балада 41-5, 44-2 см аралығында болады. Жалпы 6 ай болған сәби не жасай алады? 6 айлық болған балада смело екпетімен жатады, басы мен кеудесін көтере алады уже, заттарды ұстап, сілкілейді уже, заттарды ұстап та, ілініп тұрған заттарға қолын смело соза алады уже бетіп. Екпетінен, шалқасынан аунайды уже. Сүйеніп отыра алады. Жалпы баланың белі 6 айда қатаяды, есіңізде болсын. Қолы және ауыз арқылы заттарды анықтап зерттейді уже. Дыбыстармен бет әлпет құбылыстарына еліктейді уже. Тамақты қасықпен уже, кесемен қасықпен уже смело жеуге әрекет жасайды. Түсінікті ғой да? 6 айлық бала еңбектеуге талпынады уже. Бала 6 айында отырып еңбектеуге бастайды. Өзінің атын және таныс адамдардың жүзіне жауап ретінде реакция жасайды. Егер сіздің сәбиіңізде осылардың біреуі де болмаса, еш уайымдаудан қажеті жоқ. Әр бала әртүрлі дамиды. Біреу ерте дамыса, біреу кеш дамиды. Жалпы бала қалыпты жағдайда айттым ғой, 6 айында отырып еңбектеп бастайды деп. Ондай жағдайда дәрігерге апарасыз, отырып еңбектеуге ешқандай әрекет жоқ болса, массажға назар жіне береді. Достар, бала күндіз жақсы ұйықтаса, демек түнгі ұйқысы да жақсы болады деген сөз. Күндіз ұйқысын қандырып алып, балам түнде жота ұйықтамай жүр деп ойлайды көп ата-ана, ол қате пікір. Әр бала әртүрлі. Бала мүмкін шаршауы мүмкін. Әр бала әртүрлі да. Короче, күн мен түн ұйқысын ауыстырып алмау керек баланың. Күн мен түн ұйқысын ауыстырып алмау керек. Короче, бар ғой, кешке дейін ұйықтатып, кешке мысалы, өзім мысал ретінде айтып отырмын. Примерно бір 9-ға дейін или 7-ге дейін ұйықтатып алып, 7-8-ден бастап, мысалы да, 11-12-ге дейін ұйықтатпай шаршату керек та баланы. Мен өзім сөйтемін балаларымда да. 12-де уже талып ұйықтайды ғой таңға дейін. Души. Сол сияқты әр бала әртүрлі да. Соны ұмытпаңыз. Жалпы бала қалыпты жағдайда 6 айында отырып, 6 айында еңбектеу керек. Қалыпты жағдайда. Баланың белі уже 6 айында қатаяды. Баланың белі жайлап 6 айында қатайып бастайды. Әр бала әртүрлі. Жаңа айтайын дегенім, біреулер 6 айында отырмаса, мысалы 7 айында уже отырып бастайды. 7 айда өте жайлап отырып бастайды да. Уже 8 айға кетсе, әлі отырмаса, значит, дәрігерге қарату керек. Баланың денесі бос, белі қатаймаған, значит. Түсінікті ғой да? Еңбектемесе, не алмаса, значит, массаж алу керек та. Бала мысалы бала уже 6 айдан өтті, 7 ай болды делікші мейлі. 7 ай болды, бірақ әлі отырып еңбектеуге вообще әрекет жоқ. Ондай жағдайда баланың беліне массаж жасайса, жақсылап баланың беліне, ЛФК жасалады баланың беліне. Қараңыз. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Көрдіңіз ғой да? Достар, және де мен алдыңғы видеода көрсеткенмін. Каналымның ішінен қарап шықсаңыз болады. Баланы еңбектетіп, аунатып, үйрет деген видеом бар каналымда. Сол жерде көрсеткенмін, баланы қалай еңбектетуге болады. Бала уже 6 айдан өтті, 7 ай, 8 ай даже. Әлі еңбектемей жүр. Ондай жағдайда баланы еңбектетудің әдісі бар. Түсінікті ғой да? Солай достар, арнаға тіркеліп, лайк басып кетіңізші осы видеоға, лайк баспаған болсаңыз. Келесі
Келесі видео 7 айлық баланың дамуы мен физиологиясы жайлы айтатын боламыз. Достар, сұрақтарыңыз болса комментарийға қойыңыздар, мен бәрін оқып отырмын. Қандай тақырыпта видео түсіргенімді қалайсыз? Қандай балаға қатысты? Алдағы уақытта дәрігермен сұхбат жүргіземіз, бұйырса қандай дәрігерлермен сұхбат жүргізгенімді қалайсыз? Невропатолог, педиатр, ортопед, көп қой, әртүрлі дәрігер бар ғой. Соның қайсысымен сұхбат жүргенімді қалайсыз? Міндетті түрде комментарийге жазып кетсеңіз, мен оқып, сол дәрігермен сұхбат жүргізетін боламын. Сау, сәлеметте болыңдар достар.